6 маусымнан бастап мешіттерде санитарлық талаптарды сақтай отырып 5 уақыт намаз оқуға рұқсат берілді. Алайда мешіт қызметкерлері мен құлшылық жасаушылар міндетті түрде бетперде кию қажет. Жекелеген намаздарды оқу кезінде арақашықтық 1,5 метр болуы міндетті. Облыстың бас имамы Әнуар Елжановтың айтуынша, құлшылық үйінде 15 минуттан артық отыруға болмайды. Уағызда айтылмайды, әр 3 сағат сайын намаз оқитын залдарға залалсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Жасы үлкен кісілер, денсаулығы нашар адамдар, ер және әйел және жас балалар намаздарын өз үйлерінде оқығандары абзал. Мешіт дәретханаларының карантин уақыты аяқталғанға дейін жабық болуына орай намазға келуші жамағат үйден дәрет алып келулері тиіс. Мешітке әркім өз жай намаздарын алып келуі талап етіледі. Құрметті Маңғыстау облысының тұрғындары, ертең сенбі таңғы намаздан бастап мешітте жамағат намазын оқуға рұқсат беріліп отыр. Ал жұма намазына байланысты алдағы уақытта хабар беретін боламыз. Құрметті көрермен, қазір біздің студиямызда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Маңғыстау облысы бойынша бас имамы Әнуар Елжанов. Студиямызға қош келдіңіз. Енді алғашқы сұрақ: мешіттерде эпидемияға қарсы күрес мақсатында сақтық шаралары күшейтілген. Талаптарды өзіңіз бір айтып өтсеңіз тағы да. Алла тағалаға мақтаулар болсын, пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын. Міне елімізде кезең-кезегіменен мешіттеріміз келуші жамағатқа есіктерін қайқара ашып, қызмет көрсетуді бастап жатырмыз. Өткен айдың 25-ші жұлдызынан бастап, мамыр айының 25 жұлдызынан бастап, Маңғыстау облысы мешіттерінің бірқатары ашылып, бірақ мешіт ашылғанмен мешітке келуші жамағат намаздарын жеке-жеке оқитын болған. Енді Алланың қалауыменен ертең таңғы жалпы 6 маусымның таң намазынан бастап 5 уақыт намаз жамағатпен оқуға мүмкіндік алып отырмыз. Бірақ оның да өзіндік бір талаптары бар. Оның басты талабы жалпы жамағат намазын оқимыз, бірақ арақашықтық 1,5 метр сақтап қоямыз. Соған байланысты бүгін біз мешіттерімізде ертеңгі таңғы намазыға әзірлікті бастап жатырмыз. Сонымен қатар көптеп сұрақтар туындап жатады. Жалпы жұма намазы қалай болады деген секілді. Жұма намазы алдағы уақытта оны ресми айтатын боламыз. Ал бүгінгі таңда біздің қазіргі орындайтын құлшылығымыз 5 уақыт намазымызды енді бүгінгі күнге дейін жеке-жеке оқып келсек, енді жамағатпен оқитын боламыз. Екінші талап етілетін нәрсе мына бетперде мәселесі. Маска мәселесін біз талап етеміз. Мешітке келуші барша жамағат үйлерінен жаңағы бетперде маскасын тағып келу ол міндетті болып табылады. Сонымен қатар үйден мешітке арнайы ниеттеніп шыққаннан кейін дәретті үйден алып келуді біздер міндеттейміз. Мүмкіндігінше дәретхананы ашпауға біз әрекет жасаймыз. Сонымен қатар мешітте ұзақтығы 15 минутты ғана мүмкіндік беріледі. 15 минуттың ішінде әлгі жаңағыдай сүннет намазы бар, парыз намазын оқып, мешіттен тез шығып кетудің алғышартын түсіндіріп жатырмыз. Сонымен қатар мешіттерде қазір ешқандай уағыз айтылмайды, дәрістер жүргізілмейді. Тек қана имам намазды оқып беріп, содан кейін баршасы мешітті тастап үйлеріне қайтулары тиіс болады. Сонымен қатар мынау дезинфекция мәселесін сақтай отырып, қол алып амандасу мәселесін біз қатаң ескертіп жатырмыз. Әр 3 сағат сайын мешітті біздер тазартып отырамыз. Сонымен қатар егде жастағы қариялар, ағалар, апалар, жас балаларды мүмкіндігінше мешітте емес үйлерінде оқығандығын абзал деп біз есептейміз. Өйткені олардың иммунитеті әлсіз болғандықтан әлгі жаңағы жұқпалы індеттің жұғып кетпеуін мақсатына орай сол азаматтар үйлерінде оқығаны дұрыс болып табылады. Ал енді мешіттің енді мүмкіндік болатын болса, біз бұрын мешіттің сыйымдылығы мәселен 1000 адам болатын болса, енді 1,5 метр қашықтық сақтайтын болсақ, онда 50%, мүмкін 30%-ын ғана қамти аламыз. Ал енді көптеп келген жағдайда мешітке келуші жамағатқа біз өзімен бірге жай намазын алып келуді біздер міндеттеп жатырмыз. Енді мүмкіндігінше біздер осыған байланысты барша мешітке келуші жамағатты біз ескертіп жатырмыз. Ал сонымен қатар біз сақтық ретінде жаңағы антисептик құралдарын әзірлеп қойдық. 600 бетперде тігулі дайын тұр. Әнуар Әзімбайұлы, студиямызға келіп ақпарат беріп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз.